Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде нұсқа талдау, яғни ұлттық тестілеу орталығы ұсынған үлгілік нұсқаны талдайтын боламыз. Алдымен танысып алайық. Мен Ақнұр Мықтыбекқызы, физика пәні мұғалімі, ұбт эксперті, тәжірибелі педагогпын, физика ғылымдарының магистрі, бірнеше облыстық республикалық олимпиадалар жеңімпазы және де оқушыларды ұбт-ға дайындайтын, мұғалімдерді квалтестке дайындайтын топ физика курсының авторымын. Ал ендеше нұсқа талдауды бастайық. Бірінші есеп: жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигі берілген, дененің 8 секунд мезетіндегі жылдамдығы. Яғни графикке назар аударатын болсақ, мына жерде жылдамдықтың уақытқа тәуелділігі, v-ның t-ға тәуелділігі берілген. Графигіміз түзу болып тұр. Яғни 8 секундтағы жылдамдықты қарайтын болсақ, ол 3 метр секундқа тең болады екен. Яғни график түзу болғандықтан жылдамдықтың мәні өзгермейді, тұрақты деген сөз. Сәйкесінше барлық нүктедегі жылдамдық 3 метр секунд. Жауап А жауабына сәйкес келеді екен. Яғни 6 секундта да жылдамдық 3-ке тең, 4 секундта да 3-ке тең, 2 секундта да 3-ке тең болады. Келесі: төменде суретте салмақсыз иін-тірек тепе-теңдікте орналасқан. Егер иіннің жалпы ұзындығы L 1 метр және әр жүктің массасы M 100 грамм болса, онда кіші иіннің ұзындығы, яғни тіреу нүктесіне дейінгі қашықтық бізде иін деп аталады. L1 кіші иіні болады, ал L2 ұзын иіні болады, үлкен иіні. Ал бірінші бөліктегі масса, мына жақта 3 жүк ілінгендіктен M1 300 граммға тең, оны килограммға айналдырсақ 0,3 килограмм. Ал екінші бөлікте 2 жүк ілінген, ол 200 граммға тең, 0,2 килограмм. Бұл есепті шешу үшін біз моменттер ережесін қолданамыз. Яғни F1 L1 тең F2 L2. F-ті ауырлық күші арқылы ашатын болсақ, M1 G L1 тең M2 G L2. G мен G бірдей болғандықтан қысқарады. M1 L1 тең M2 L2 деген өрнек шығады. Ал жалпы ұзындық бұл екі иіннің қосындысына тең. L тең L1 қосу L2. Бізде мынадай жүйе шықты. Енді осы жүйені математикалық әдістермен орындайтын боламыз. Мына жердегі L2-ні өрнектеп алатын болсақ, ол L минус L1-ге тең. Енді осыны мына жердегі теңдеуге апарып қоямыз. Сонда M1 L1 тең болады M2 L минус L1. Ары қарай жақшаны ашамыз. M1 L1 тең M2 L минус M2 L1. L1-лерді бір жаққа қарай жинаймыз теңдіктің. M1 L1, мынау минус таңбасы плюспен ауысады. M2 L1 тең M2 L. L-ді бірлерді жақшаның сыртына шығарамыз, себебі олар бірдей. M1 плюс M2 L. Осыдан L1-ді есептейтін болсақ, L1 тең M2 L, M1 плюс M2 деген өрнек шықты. Орындарына мәнін қойық. M2 бізде 0,2 килограмм, көбейтілген L 1-ге тең, M1 0,3 плюс 0,2. 0,3-ке 0,2-ні қосатын болсақ 0,5, мына жақта 0,2. Енді 0,2-ні бөлеміз 0,5-ке. 0,4 метр. Бұл дегеніміз сантиметрмен берілген екен. Жауаптар 100-ге көбейтеміз, 40 сантиметрге тең болады. Жауабы D. Келесі есеп: судың бір молекуласының массасын табуымыз қажет. Бұл есепті орындау үшін молекулалық физикадағы универсальный формула деген бар. Яғни екі зат мөлшерін теңестіретін формула M бөлінген M тең N бөлінген N Авогадро. Осы жерден массаны анықтайтын болсақ, пропорция әдісі арқылы айқыштап көбейтіп массаны табамыз. Яғни бөліміне N Авогадро жазылады, алымына үлкен малярлық масса көбейтілген N. Орындарына мәнін қояйық. M тең болады малярлық масса 18 грамм, килограммға айналдырамыз, оның минус 3 дәрежесі. Көбейтілген N судың бір молекуласы деп тұр.
Авогадро саны 6,02 көбейту 10-ның 23 дәрежесі. Енді 18-ді бөлеміз. 18-ді бөлеміз 6,02-ге. 2,99 жоқтап алғанда 3 болады. Көбейту 10-ның бөліміндегі 23 плюс дәреже алымына минус болып ауысады. Сонда минус 3 минус 23 минус 26 килограммға тең болады. Бұл да Д жауабына сәйкес келеді екен. Келесі есеп зат мөлшері нью молекулалық физиканың есебі азоттың N2 температурасы 100 градусқа артса, яғни уже дельта Т беріліп тұр. Ішкі энергияның өзгерісі дельта Уды табуымыз қажет. Ішкі энергияның формуласы дельта У тең болады. Еркіндік дәрежесі И бөлінген 2 көбейтілген нью R дельта Т. Яғни бұл жерде біз егерде температураның айырымы берілетін болса, бұны біз градус Цельсийді кельвинға айналдырудың қажеті жоқ. Температураның айырымы дельта Т Цельсий арқылы ол үлкен кельвиндік шкаладағы дельта Т-ға тең болады. Енді орындарына мәнін қойық. Азот бізде 2 атомды, сол себепті де еркіндік дәрежесі 5-ке тең болады. 5 бөлінген 2, 8, 8,31 көбейтілген 100-ге. Енді есебімізді орындайық. 2,5-ті көбейтемін 8-ге, көбейтемін 8,31-ге, көбейтеміз 100-ге. 16,620 шығады екен. 20 джоуль. Бұл С жауабына сәйкес келеді. Келесі есеп плюс 3Е оң зарядты тамшы жарық әсерінен 2 электронын жоғалтты. Тамшының заряды қандай болады дейді. Яғни өзі плюс 3Е электрон тұрған еді. Оң зарядты минус осыдан жұлып алды дейді. Яғни жоғалтты деп тұр. Сол себебі 2 электрон. Электрон өзі теріс таңбалы. Минус 2Е дейміз. Яғни минус пен минус плюсты береді. Сәйкесінше 3Еге 2Ені қосақ 5Еге тең болады. Плюс 5Е. Енің орнына мәнін қоятын болсақ, плюс 5 көбейтілген 1,16 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі. 5-ті көбейтеміз 1,16-ға. 8 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі. Кулон деген жауап шығады екен. Бұл А жауабына сәйкес келеді. Келесі магнит индукция векторы В. Бір текті магнит өрісі күш сызықтары бойымен дейді. Яғни бағыттас бойымен болып тұр. Ұзындығы L 15 сантиметр өткізгіш сым бойымен 20 ампер тоқ күші өткенде магнит өрісі тарапынан өткізгішке әсер ететін күш дейді. Яғни бұл жерде сым өткізгіштегі тоқ өтіп жатса, бұл жерде ампер күші әсер етеді деген сөз. Ампер күшінің формуласы IBL синус альфа. Бұл жердегі бұрыш бағыттас болғандықтан бұрыш 0 градусқа тең. Синус 0 градуста 0-ге тең болғандықтан есептің жауабы 0 болады. Келесі сфералық айнаның 2 еселенген фокус аралығының сфераның қисықтық радиусына қатынасын анықта дейді. Яғни қисықтық радиусы R-мен беріледі. Бұл геометриялық оптиканың есебі. Фокус аралығының сфералық айнадағы қисықтық радиусына байланысты формуласы F тең R бөлінген 2. Осы жерден қисықтық радиусын анықтайтын болса, ол 2 фокусқа тең болады. Орнына қоямыз 2 фокус бөлінген 2 фокус, бұл 1-ге тең болады. Жауабы А болады екен. Келесі сығылмайтын сұйықтықтың үзіліссіздік теңдеуі. Бұл жерде үзіліссіздік теңдеуі Д жауабына сәйкес келеді екен. В1S1 тең В2S2 деген. Яғни үзіліссіздік теңдеуі дегеніміз бұл құбырдан аққан суға байланысты. Мысалға, мына жерден аққан су мына жақтан да өтеді, мына жақта қандай да бір диаметр басқаша болатын болса, бұл жерден де өтеді деген сөз. Яғни М1 тең М2. Осы жерден сәйкесінше олардың жылдамдықтары мен
көлденең қималардың аудандарының көбейтіндісі бір-біріне тең болады деген сөз. Келесі. Цинк 71 элементінің жартылай ыдырау периоды берілген үлкен-Т. Бастапқы массасы М0 берілген. 7,2 минут өткенде ыдырамай қалған цинктің массасы. Бізге М-ді анықтауымыз қажет. Яғни бұл ядролық физиканың есебі. Массаны анықтайтын формула М тең М0 2 минус Т бөлінген Т. Яғни жартылай ыдырау периодының формуласы. Осы жердегі мәнде М0-ді орнына қоямыз. Яғни жауабы граммен, ona грамды килограмға айналдырудың қажеті жоқ. 100 көбейту 2 минус Т бөлінген Т. 7,2 бөлінген 2,4. 7,2-ні 2,4-ке бөлетін болсақ, 2,4-ке бұл 3-ке тең болады. 100 көбейту 2 минус 3 дәреже. Яғни бұл дегеніміз дәреженің қасиеті бойынша 100 бөлінген 2-нің 3 дәрежесі. Дәрежені ашатын болсақ, 100 бөлінген 8, 100-ді 8-ге бөлейік. 12,5 грамм деген жауап шығады екен. 15 грамм. Д жауабына сәйкес келеді. Келесі. Тоқ күші I мыс хлоры ерітіндісінде электролиз кезінде массасы М мыс бөлінетін уақыт. Яғни бұл Фарадей заңына арналған есеп. М тең болады. Сұйықтықтағы, судағы, теңіздегі, мұхиттағы келесі тоқ күші 3 ампер. Мыс хлоры ерітіндісі электролиз кезінде массасы М 3,74 грамм мыс бөлінетін уақыт. Т-ны анықтауымыз қажет. Яғни мұхиттағы ең үлкен жануар бізде кит. Бұл Фарадей заңын осылай жаттап алсақ болады. Мнемотехника әдісі бойынша М тең КIT деген формула. Масса тең болады китқа. Енді осы жердегі уақытты анықтайтын болсақ, масса бөлінген KI. Орындарына мәндерін қоямыз. Масса бізде 3,74 грамм, килограммға айналдырамыз, оның минус 3 дәрежесі. Бөлінген К 33 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі. Көбейтілген тоқ күші 3 амперге тең. Енді бөлімін көбейтіп аламыз. 33-ті көбейтеміз 3-ке 99, 3,74-ті бөлеміз 99-ға. 0,0 тоқтап алған кезде 38 болады екен. Көбейту 10-ның дәреже минус 8 алымына плюс 8 болып ауысады. Сонда 8 5 дәрежесі қалады екен. Дәрежеден құтылатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5 орынға жылжытамыз. Сонда 3800 секунд шығады. Бұны жауаптар сағатпен берілген. Сағатқа айналдыратын болсақ, 3800-ді бөлеміз 3600-ге. 1,05 сағат. 1,05 сағат. Тоқтап алғанда осындай мән шығады екен. В жауабына сәйкес келеді. Келесі интерференцияның минимум шарты. Яғни минимум дегеніміз бұл мына жердегі сан тақ сан болуы қажет. Бірінші жауап бұл максимум шарты. Лямбда. Лямбда бөлінген 2. Д жауабы дұрыс деген сөз. Интерференция минимум шарты. Бізде минимум шартын сұрап тұр. Кейбір есепте максимумын сұрайды, ол кезде 2К лямбда бөлінген 2. Бұл жерде жоқ болу керек, мына жақта тақ болу қажет. Келесі, торғай қанатының тербеліс жиілігі нью 10 герц болса, оның қанатының 1 минутта
келесі торғай қанатының тербеліс жиілігі 10 Гц, жиілік ню. Оның қанатының 1 минутта жасайтын тербеліс саны. Өте оңай есеп. Тербеліс санын анықтауымыз қажет. Жиіліктің формуласы ню тең болады n бөлінген т. Осы жерден n-ді анықтайтын болсақ, n тең ню көбейтілген т болады. Көбейте саламыз, 10 көбейтілген 1 минутта 60 секунд бар, 600 ге тең деген сөз. С жауабына сәйкес келеді. Келесі, егер бөлшектің релятивистік массасы тыныштық массасынан 2 есе артық, яғни релятивистік масса m 2 m0 деген сөз. Тыныштық масса m0-дан 2 есе артық болғандықтан көбейтеміз. Енді релятивистік массаның формуласын жазайық. m тең m0 түбір астында 1 минус v квадрат бөлінген с квадрат. Орындарына мәндерін қойып, мынау бөлшектің v жылдамдығын анықтауымыз қажет. 2 m0 мына жаққа келіп қоямыз. Тең m0 1 минус v квадрат бөлінген с квадрат түбір астында. Енді масса m0-дар қысқарып кетеді. Мына түбірін құтылу үшін екі жағынан квадраттаймыз. Сол кезде бізде 4 тең 1 бөлінген 1 минус v квадрат бөлінген с квадрат. Айқыштап көбейтеміз. Жақшаны бірден ашып жазатын болсам, 4 минус 4 v квадрат бөлінген с квадрат тең болады 1-ге. Осы жерден 1-ді мына бетке ауыстырамын. 4 v квадрат бөлінген с квадратты келесі бетке. Мына жерден бізде 3 шығады. 4 v квадрат бөлінген с квадрат. Осы жерден v-ны анықтайтын болсақ, 3 с квадрат бөлінген 4. Жақта v-ның квадраты. Квадраттан құтылу үшін түбірге аламыз. Сонда бізде түбір астында 3, с-ның квадратынан с шығады, 4-тің түбірі 2-ге тең болады. Бұл түбір ашты с бөлінген 2 деген с жауабына сәйкес келеді екен. Келесі есеп, заттың сұйық күйінен газ күйіне өту процесі. Яғни сұйықтықтың газдан күйіне өту процесін біз булану деп атаймыз. Келесі, абсолют қара дененің интегралдық энергетикалық жарқырауы абсолют температураның, яғни бұл Стефан Больцман заңына берілген тапсырма. Яғни абсолюттік жарқырау R сигма т-ның 4 дәрежесі, яғни температураның 4-ші дәрежесіне тура пропорционал. 4-ші дәрежесіне тура пропорционал. Бұл тура кітапта осылай анықтамасы жазылған 9-шы сыныпта. Тура сол бойынша берілген екен. Келесі 16-шы есеп, косинус заңдылығымен тербелетін 8 секундта 4 тербеліс жасайды. N тербеліс саны материялық нүктенің ең шеткі ығысуларының қашықтығы, яғни дельта x 80 сантиметр. Метрге айналдыратын болсақ, 0,8 метр. Болса, тербеліс басталғаннан 0,5 секунд уақыт өткенде жылдамдығының модулі. Бұны табуымыз қажет. Енді гармоникалық тербелістің формуласын жазамыз. X тең x максимум косинус омега т. Осы жерде x координатаның туындысы бізге жылдамдыққа тең болады. Мына жерден туындалатын болсақ, онда x максимум косинустың туындысы минус синусқа тең, омега т, омега т-ның туындысы көбейту омега алдына жазылады. Бізде осындай өрнек шықты. Енді x максимум дегеніміз бұл шеткі ығысулардың жартысына тең болады. Яғни дельта x-тің жартысына тең. Ол 0,4 метрге тең болады. Енді орнына қоямыз. V тең болады. Минусын ескермей жазатын болсақ, 0,4. Омеганы табуымыз қажет. Омеганың формуласы циклдық жиіліктің омега тең 2 пи n бөлінген т. Орындарына мәндерін қоямыз. 2 көбейтілген 3,14 көбейтілген n 4-ке тең, мына жақта 8-ге тең. Қысқарып кетеді. Сонда жауабымыз 3,14-ке тең екен. Көбейтеміз 3,14-ті синус омега 3,14 деген бұл пи көбейтілген уақыт 0,5.
Енді ары қарай 0,14-ті 3,14-ке көбейтейік. 114 1,256. 1,256. Ал синус пи көбейтілген 0,5 дегеніміз пи дегеніміз 180 градусқа тең. 180-ді 0,5-ке көбейтсек, бұл 90 градусқа тең болады. Ал синус 90 градуста 1-ге тең. Сәйкесінше жауап 1,256 метр секунд болады екен. Жауабы С-ға сәйкес келеді. Келесі 17-ші есеп. Су түбінен көтерілген ауа көпіршігіне әсер ететін Архимед күші. Яғни Архимед күші дегеніміз ол кері итеруші күш сұйықта және ауада әсер етеді. Оның бағыты тік жоғары қарай бағытталған. Яғни өзіміз су көпіршігін көз алдымызға елестететін болсақ, бұл жерде қысымы көтерілген сайын қысымы төмендейді, ал көлемі артады. Сәйкесінше Архимед күші де артады деген сөз. Келесі суретте келтірілген жағдайда магнит өрісінде қозғалып бара жатқан протонға әсер ететін күштің шамасы мен бағыты. Яғни мына жерде назар аударатынымыз протонның деп тұр. Енді зарядқа әсер ететін күш ол бізде Лоренц күші. QBV. Келесі суретте келтірілген жағдайда магнит өрісінде қозғалып бара жатқан протонға әсер ететін күштің шамасы мен бағыты. Яғни бұл жерде заряд протон болғандықтан зарядқа әсер ететін күш F Лоренц күші QBV синус альфа. Альфа 90 градусқа тең, яғни Б бізге қарай келе жатыр, ал жылдамдықтың бағыты мына жаққа қарай, екеуінің арасындағы бұрыш 90 градусқа тең болады. Орындарына мәндерін қоятын болсақ, F Лоренц тең болады Q 1-де 6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі, B индукция векторы 50 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі, көбейтілген жылдамдық 200 километр, метрге айналдырсақ 10-ның 3 дәрежесі. Минус 3 пен плюс 3 бір-бірін жойып жібереді. Енді мына жақта 50-ді 200-ге көбейтетін болсақ, қанша шығады? 50-ді көбейтеміз 200-ге, көбейтеміз 1,16-ға. Бұл 16.000 деген сөз. 16.000-ді 16 көбейту 10-ның 3 дәрежесі деп жазамыз. Мына жердегі дәрежені көбейтеміз, оның минус 19 дәрежесі. 3 минус 19 бұл 16 көбейту 10-ның минус 16 дәрежесіне тең болады. Ньютон. Бұл жауап С және Д жауабында тұр. Енді бағытын Лоренц күшінің бағыты егерде оң заряд болатын болса, ол сол қол ережесімен анықталады. Ал егерде мына жерде электрон, басқа теріс заряд болатын болса, онда ол оң қол ережесімен анықталады. Индукция, енді сол қолымызды аламыз. Индукция векторы Б алақанға енуі қажет. Бізге қарай болғандықтан индукция векторы алақанымызды былай аламыз. Жылдамдықтың бағытын 4 саусақ көрсетеді. Және де біздің 90 градусқа бұрылған бас бармағымыз, мынау бас бармақ, бұл Лоренц күшінің бағыты. Қайда қарап тұр? Яғни тік төмен деген жауапты белгілейміз. С жауабы 16 көбейту 10-ның минус 16 дәрежесі Ньютон, тік төмен деген жауап болады. Келесі, ең үлкен жиіліктегі электромагниттік толқын. Яғни бізде электромагниттік толқынның 7 түрі бар. Соны жатқа білуіміз қажет. Төменгі жиілікті сәуле шығару, радиотолқындар, инфрақызыл, көрінетін сәуле шығару, ультракүлгін, рентген, гамма сәулесі. Бұны жаттап алудың мынандай бір оңай әдісі бар. Мына бір сөзді жаттап алатын болсақ, Курб деген. Яғни осылай рейтін жаттайтын боламыз. Т дегеніміз төменгі жиілікті, R дегеніміз радиотолқын, I деген инфрақызыл, К деген көрінетін, U ультракүлгін, R рентген, Г гамма сәуле. Ең үлкен жиіліктегі, мына жерде өзі айтып тұр, біріншісінде жиілік төмен болады. Бұл ретімен орналасқан. Ал ең төменгісінде жиілік максимум болады. Ал мына жақта лямбда толқын ұзындығы максимум болады да, төменгі бөлікте лямбда минимум болады. Енді бізден сұрап тұр,
Ең үлкен жиіліктегі электромагниттік толқын ол гамма сәуле. Сәйкесінше жауап Д. Келесі, ұзындығы 2,5 километр мыс сымның кедергісі R 17,5 омға тең. Егер мыс сымның меншікті кедергісі ρ 2,8 көбейт оның минус 8 дәрежесі 10 метр болса, сымның көлденең қимасының ауданын сұрап тұр. Бұл жерде бірден кедергінің формуласын жазамыз. ρL бөлінген S. R мен S бір-біріне кері тәуелді болғандықтан S-ті табатын болсақ, орындарынан алмастырамыз. ρL бөлінген R деген формула шығады. Енді орындарына мәндерін қойайық. ρ 2,8 көбейту оның минус 8 дәрежесі меншікті кедергі. Ұзындық 2,5 километр, метрге айналдырамыз, оның 3 дәрежесіне көбейтеміз. Бөлінген 17,5. 2,8-ді 2,5-ке көбейтіп, 17,5-ке бөлетін болсақ, 0,4 шығады. Көбейту оның минус 5 дәрежесі метр квадрат. Енді бір өтірді мына жаққа қарай жылжытатын болсақ, 4 көбейту оның минус 6 дәрежесі метр квадрат. Бұл дегеніміз оның минус 6 дәрежесі 4 миллиметр квадрат деген жауапқа сәйкес келеді екен. Жауабы А болады. Келесі есеп. Радиоактивті кобальттың массасы М0 берілген. Егер кобальттың жартылай ыдырау периоды 72 тәулік болса, онда 144 тәулік ішінде оның ыдырамайтын қалған массасы дейді. М-ді табуымыз керек. Ыдырамай қалған массаның формуласы М тең М0 2 Т бөлінген Т. М0 100-ге тең грамм, көбейту 2 минус Т 144 бөлінген 72. 144-ті 72-ке бөлсек 2, сонда 100 бөлінген дәреженің қасиеті бойынша 2-нің квадраты болады. Сонда 100-ді 4-ке бөлетін болсақ, 25 грамм деген жауап дұрыс екен. Келесі, магнит индукция векторы В біртекті магнит өрісі күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан. Әр қабырғасының ұзындығы А 6 см. Егер кедергісі R 10 ом квадрат сымнан жасалған тең қабырғалы үшбұрыш жасаса, сымның көлденең қимасы арқылы тасымалданатын заряд мөлшері дейді. Бұл есепті шығару үшін электр қозғаушы күштің формуласын жазамыз. Магнит ағынына байланысты F бөлінген Т деген. Магнит ағынының индукция векторына байланысты формуласы BS бөлінген уақыт. Енді электр қозғаушы күшінің тоқ күшіне байланысты формуласы I көбейтілген R, ал тоқ күшінің формуласы Q бөлінген Т, R-ді нышаға көбейтіп жазамыз. Енді осы екі формуланы теңестіретін болсақ, BS бөлінген Т тең болады QR бөлінген Т, Т мен Т қысқарады. Осы жерден Q-ді табатын болсақ, BS бөлінген R деген формуланы аламыз. Енді бұл есепті соңына дейін шығару үшін B индукция векторы бар, R кедергі бар, тек тік тең берілі үшбұрыштың ауданының мәні жоқ. Бізде бастапқыда қабырғасының мәні белгілі квадрат бар. Яғни қабырғасы А 6 см квадрат бар. Осы квадраттан тең бүйірлі үшбұрышты жасайды. Тең бүйірлі үшбұрыштың да қабырғалары бір-біріне тең. Сол үшін мына қабырғаның ұзындығын анықтауымыз қажет. Ол үшін ең алдымен квадраттың периметрін анықтайтын болсақ, ол 4А-ға тең, 4-ті 6-ға көбейтсеміз 24 см. Ал үшбұрыштың қабырғасын анықтау үшін осы периметрді бөлеміз 3-ке. Себебі үшбұрышта 3 қабырға болады. 24-ті 3-ке бөлсек 8 см шығады. Енді тең бүйірлі үшбұрыштың ауданын табатын формула S тең А квадрат түбір астында 3 бөлінген 4. Оны сендер геометриядан жақсы білесіңдер. Енді орындарына мәнін қойық. 8-дің квадраты түбір астында 3 бөлінген 4. Енді 8-ді квадраттап 3-ті бірінші түбір астынан шығарып аламыз. 64-ке көбейтіп бөлеміз 4-ке. 27,7. 27,7 сантиметр квадрат. Сантиметрді метрге айналдырған жоқпыз, сол үшін сантиметр квадрат деп жазып аламыз. Енді оны метр квадратқа айналдыратын болсақ, 27 көбейту оның минус 4 дәрежесі метр квадрат болады.
орындарына әкеп қояйық. Индукция векторы v 0,1 көбейтілген 27,7 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі бөлінген r 10-ға тең. 0,1-ге көбейтіп 10-ға бөлетін болсақ, онда бізде 0,27 шығады. Дәреженің орындарына жылжытатын болсақ, 27,7 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі кулон деген шығады. Ал 10-ның минус 6 дәрежесі микроны береді. Сонда біздің жауап С жауабына сәйкес келеді екен. Келесі есеп: бір атомды идеал газдың қысымын 30%-ға кеміткенде, яғни ол бастапқыда 100% еді, 30%-ға кемітетін болса, онда 70% қалады. Оны біз былай жасаймыз. Есептің шартын жазған кезде ең маңызды нәрсе осында. Қате жазбау керек. Яғни идеал газдың қысымы P2 екінші жағдайда 0,7 P1-ге тең. Яғни бастапқы қысым 30%-ға кеміді деген сөз, 70% қалды деген сөз. Оның көлемі 20%-ға артты. Сонда V2 тең 20%-ға артса, 100-ге 20-ны қосамыз, 120%, процентсіз жазатын болсақ, 1,2 V1 деп жазамыз. Газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді дейді. Яғни дельта U бізде қалай өзгереді? Енді ішкі энергияның формуласын жазайық. Қысым мен көлемге байланысты дельта U бірінші жағдай үшін I бөлінген 2 P1 V1 болады. Енді екінші жағдай үшін 2 тең болады I бөлінген 2 P2 V2. Осы екі өрнекті бір-біріне бөлеміз. Дельта U1 бөлінген дельта U2 тең еркіндік дәрежелері қысқарып кетеді. Сонда P1 V1 бөлінген P2 V2 орнына мәндерін қоямыз. P2-ның орнына 0,7 P1, ал V2-ның орнына 1,2 V1 деп жазамыз. Мынаның орнына қойдық. V1 мен V1, P1 мен P1 қысқарады, тең 1 бөлінген 0,7-ні көбейтеміз 1,2-ге. Сонда 0,84 шығады екен. 0,84. Енді осы өрнектен дельта U2-ні табатын болсақ, ол айқыштап көбейтіледі. Сонда 0,84 дельта U1 деген сөз. Яғни 84-ті көбейтеміз 100-ге, 84%, азайтамыз 100%-дан. 16%-ға кеміді, яғни 84% қалды, 16%-ға кемиді деген сөзді жауабына сәйкес келеді. Келесі айнымалы ток тізбегіндегі резонанстың пайда болу шарты. Енді мына варианттарға қарайтын болсақ, XL деген ол индуктивті кедергі, XC деген сыйымдылық кедергі, Z дегеніміз ол бізде активті кедергі. Резонанстың шарты бойынша резонанс пайда болады индуктивті кедергі мен сыйымдылық кедергі бір-біріне тең болған кезде. Яғни жауап С жауабына сәйкес келеді екен. Z тең R болады. Келесі суретте көрсетілгендей жылдамдықтары V1 4 метр секунд, V2 3 метр секунд денелер абсолют серпімсіз соқтығысқан. Жүйенің кинетикалық энергияларының өзгерісі, яғни бізге дельта Е-ні табуымыз қажет. Дельта Е дегеніміз ол Е1 минус Е2-ге тең болады екен. Енді бұл есеп энергияның және де импульстың сақталу заңы бойынша шығарады. Энергияның сақталу заңы бойынша соқтығысуға дейінгі энергия соқтығыстан кейінгі энергияға тең болады. Ал импульстың сақталу заңы бойынша соқтығысуға дейінгі импульс соқтығыстан кейінгі импульске тең болады екен. Ең алдымен энергияның сақталу заңын жазып алайық. Бірінші дене үшін энергиясы V1 квадрат бөлінген 2 плюс M2 V2 квадрат бөлінген 2. Бұл жерде біз 90 градусқа бұрылған векторларды қарастырмаймыз, себебі энергия скаляр шама. Ал соқтығысқаннан кейін екі дене бірге қозғалады. M1 плюс M2 V-ның квадраты бөлінген 2. Енді бізге осы V жылдамдықты импульстың сақталу заңы көмегімен анықтаймыз. Яғни соқтығысуға дейінгі бірінші дененің импульсы P1 тең M1 V1 көбейтеміз. M1 3, жылдамдық 4, 12 метр секунд. P2 M2 V2 мен анықталады. Ол да метр секунд ұрдым оймекші. Келесі суретте көрсетілгендей жылдамдықтары V1
4 метр секунд, V2 3 метр секунд денелер абсолют серпімсіз соқтығысқан жүйенің кинетикалық энергияларының өзгерісі, яғни бізге дельта Е-ні табуымыз қажет. Дельта Е дегеніміз Е1 минус Е2-ге тең болады. Бұл есеп энергияның және де импульстың сақталу заңы бойынша шығарылады. Яғни соқтығысуға дейінгі денелердің импульсы соқтығыстан кейінгі денелердің импульсіне тең болады. Энергияның сақталу заңы бойынша да энергия жоқтан бар болмайды, бар болса жоғалмайды, ол тек бір күйден екінші күйге ауысады. Яғни соқтығысуға дейінгі энергия соқтығысудан кейінгі энергияға тең болады деген сөз. Бірінші соқтығысуға дейінгі энергиялар жазып алайық. М1 В1 квадрат бөлінген 2 плюс М2 В2 квадрат бөлінген 2 болады. Бұл жерде біз мынау 90 градусқа бұрылған векторларды бағыттарын ескермейміз, себебі энергия скаляр шама. Ал соқтығысқаннан кейін екі дене бірге қозғалады, сол үшін массалары қосылады және екеуі бірге бір жылдамдықпен, В жылдамдықпен қозғалады. Осы жердегі мына В жылдамдықты импульстың сақталу заңы бойынша анықтап аламыз. Соқтығысуға дейінгі бірінші дененің импульсы М1 В1, масса 1 бізде 3, жылдамдық 1 4, 3-ті 4-ке көбейтсек 12 килограмм метр бөлінген секунд. Ал екінші дененің импульсы М2 В2, бұл жерде де 4-ті 3-ке көбейтеміз, 12 килограмм метр бөлінген секунд болады. Енді бірінші денемен импульс векторлық шама болғандықтан қортқы импульсті табу үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз. Қортқы импульс тең болады P1 квадрат плюс P2 квадрат түбір астында. Бұл жерде 12-нің квадраты 144, 144-ті 144 қоссақ, түбір астында 288 килограмм метр бөлінген секунд шығады. Енді ары қарай бұны түбір астынан шығаратын болсақ, түбір астында 2, түбірден 144-тен 12 шығады екен. Килограмм метр бөлінген секунд. Килограмм метр бөлінген секунд. Енді ал соқтығысқаннан кейінгі импульсы оның P', бұл М1 плюс М2 В-ға тең. Енді осы екі теңдеуді бір-біріне теңестіреміз. Импульстың сақталу заңы бойынша тең болады. Осы жерден В-ны табатын болсақ, P бөлінген М1 плюс М2 шығады. P бізде 12 түбір астында 2 бөлінген М1-ге М2-ні қоссақ 7 шығады, 7 метр секунд. Енді мына жылдамдықты анықтадық. Енді Е1 мен Е2-ні анықтайық. Е1 тең болады бірінші дененің массасы 3 көбейтілген 4-тің квадраты бөлінген 2 қосылған мына формулаға қойып жатырмыз. М2 дегеніміз 4, жылдамдығы В2 3-тің квадраты бөлінген 2. Орындайтын болсақ 4 жердегі 4 16, 16 мен 2 қысқарады 8, 8 жердегі 3-іміз 24 болады. Қосылған 3 жердегі мынау қысқарып кетеді 2, 9, 9 жердегі 2 18. Енді 24-ті 18-ге қоссақ, бізде қандай жауап болады? 42 джоуль екен. Енді соқтығысқаннан кейінгі энергия Е2 тең болады. М1 плюс М2 бізде 7 болды. Жылдамдықтың квадраты, мынаны алып кеп квадраттайтын болсақ, 12-нің квадраты 144 көбейтілген түбір астында 2 өзі қалады, бөлінген 7-нің квадраты бөлінген 2. Мына 7 мен 7 қысқарып кетеді, 2 мен 2 қысқарып кетеді, 144-ті бөлеміз 7-ге. 144-ті бөлеміз 7-ге, бізде 20,6 джоуль шығады екен. Енді орындарына мәнін қоямыз. Соңғы бастапқы формулаға сонда 42 азайту 20,6 тең болады. 42-ден азайтамыз 20,6-ны, бізде 21,4 джоуль деген жауап шығады екен. Бұл В жауабына сәйкес келеді. Келесі, тізбектегі резистор деген контекст есеп, суретте тұрақты тоқ көзіне қосылған кедергісі R 5 Ом резисторда бөлінетін жылу мөлшерінің уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген, яғни Q-дің Т-ға тәуелділік графигі көрсетілген екен. 5 секунд уақытта резисторда бөлінетін жылу мөлшері. 5 секундты аламыз, мынау 4, одан кейін 5 болады. Графикпен сәйкестендіретін болсақ, мына жақта бізде қанша болады?
20, 40, 60, 80, 100. Яғни Д жауап дұрыс екен. Келесі, резисторда 60 джоуль жылу мөлшері бөлінетін уақыт. Енді 60 джоуль бізде мына жерде еді. 60 джоуль болатын мына жердегі уақыт 3 секундқа тең екен. Келесі, тізбектің жылулық қуаты дейді. Қуат бізде П әрпімен белгіленеді. Энергияның, яғни жұмыстың уақытқа қатынасымен анықталады. Бұл жерде кез келген бөліктегі уақытпен қуат энергияны алсақ болады. 60-ты 3-ке бөлеміз. Қанша болады? 20 ватт. 80-ді 4-ке бөлсек те 20 ватт. 100-ді 5-ке бөлсек те 20 ватт. Яғни қуат тұрақты болады. Келесі Д жауап екен. Келесі тізбектегі тоқ күші. Яғни тоқ күшін анықтауымыз қажет. Тізбектегі тоқ күшін қалай анықтаймыз? Яғни Q тең болады I квадрат RT деген формуладан тоқ күшін қорытып аламыз. Қасындағылар бөліміне жазылады, ал мына Q жазылады. Мына жер квадрат болғандықтан формуланың түбірін астына аламыз. Кез келген мәнін алсақ болады. 60 бөлінген R кедергісі қанша еді? 5 Ом. 5 көбейтілген Т. 60 кезінде уақыт бізде 3 секундқа тең болды. 3-ті қоямыз. Мұнда 5 жердегі күшіміз 15, 60-ты бөлеміз 15-ке. 4 шығады. Түбір астында 4-тен 2 ампер деген жауап дұрыс болады екен. Бұл жауабы. Резисторда 5 минут 15 секундта бөлінетін жылу массасы 150 грамм суға берілсе, осы судың температурасының өзгерісі дельта Т-ны табуымыз қажет. Яғни бұл жерде температура 5 минут 15 секунд деген уақыт, оны қыбыржыға айналдырып алуымыз керек. Яғни 5 минутты бірінші секундқа айналдырып аламыз. 5-ті көбейтеміз 60-қа. 300 және де 15. 315 секунд екен. 15-ті қосамыз. 315 секунд. Ал массасы 150 грамм килограммға айналдырамыз. Мыңға бөлеміз 0,15 килограмм. Судың температурасының өзгерісі. Енді бұл жерде біз қыздырудың формуласын жазамыз. Q тең болады SM дельта Т деген. Бұл жердегі Т температура. Және де Q тең болады I квадрат RT деген электр тоғындағы жылу мөлшерінің формуласын жазамыз. Екі формуланы бір-біріне теңестіреміз. SM дельта Т тең болады I квадрат RT. Осы жердегі дельта Т-ны анықтайтын болсақ, I квадрат RT бөлінген M ТМ. Енді тоқ күші 2 ампер, 2-нің квадраты, кедергі 5, уақыт 315 секунд, бөлінген С 4200 көбейтілген 0,15. 4200-ді көбейтеміз 0,15-ке, 630 болады екен. 630. 2-нің квадраты 4, көбейтеміз 5-ке, көбейтеміз 315-ке, бөлеміз 630-ға. Бөлімде 610 градус Цельсий деген жауап дұрыс болады екен. 10 градус С жауабы. Келесі элементар бөлшектерді тіркейтін құрылғыларды жұмыс принципімен сәйкестендіріңіз. Сәйкестендіру есептеріне келдік. Бірінші, Вильсон камерасы, яғни элементар бөлшектерді тіркейтін құрылғылар. Вильсон камерасы бұл су тамшыларына негізделген құрал. Су тамшысы қай кезде пайда болады? Бұл конденсацияның нәтижесінде. Енді мына жауаптардың ішінден біз конденсация, булану деген сөзді іздейміз. Аса қаныққан буда зарядталған бөлшектердің су тамшылары конденсациялануына негізделген деген жауапқа сәйкес келеді екен. Екінші, Гейгер санағышы. Яғни бұл санағыш, Гейгер санағышы десе, импульс деген сөзді еске түсіреміз. Сиретілген газ иондануы барысында болатын тоқ импульсіне негізделген. Яғни А жауабына сәйкес келеді, ал басқа жауаптар біздің жауапқа сәйкес келмейді екен. Келесі,
төменде берілген шарттарды төменде мәндері мен ауаның түсіретін қысымын сәйкестендіріңіз. Ауаның мольдік массасы берілген, несі берілген? Универсал газ тұрақтысы. Есеп шығаруымыз керек. Массасы М, 3 грамм, көлемі 0,5 литр, ыдыстағы ауа молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы берілген, ыдыс қабырғасына түсірілетін қысым. Бұл жерде біз МК-ның негізгі теңдеулерін қолданамыз. П тең болады 3/1 nm в квадрат деген негізгі формуласы бар. Осы формуланы қолданамыз. Енді бізде есепте концентрация берілмеген, концентрацияның формуласы үлкен N бөлінген көлем. Орындарына қоямыз. Сонда П тең болады 3/1 N бөлінген В, mv квадрат. 1 бөлінген 3, молекула саны 1-ге тең деп алайық. Көлеміміз 0,5 литр. Метр кубқа айналдырамыз, оның -3 дәрежесіне көбейтеміз. Көбейтілген масса 3 грамм, килограммға айналдырамыз, оның -3 дәрежесі. Одан кейін В-ның квадраты, 500-дің квадраты. 500-дің квадратын аламыз. -3 дәреже мен -3 дәреже бір-бірін жояды. Мынау 3 пен 3 жойылады. Онда 500-ді квадраттаймыз. Және де бұны бөлеміз 0,5-ге. Жауабы 500 мың. Яғни 500 килопаскальға сәйкес келеді. Бұл бірінші тұрған жауап. Келесі тығыздығы ρ және температурасы Т, ыдыс қабырғаларына түсіретін қысымы. Бұл жерде де дәл осы формула, тек қана басқаша түрлендіреміз. Мынау нені массаны ρV деп ашыламыз. ρV деп ашамыз. Сол кезде бізде мынандай формула шығады. П тең болады 3/1 ρV квадрат деген, В мен В қысқарып кетеді. Енді ρ бізде бар 6 килограмм метр куб. Бізге орташа квадраттық жылдамдық керек. Орташа квадраттық жылдамдықтың формуласы 3RT температураға байланысты бөлінген малярлық масса. Тең, сразу мына жаққа орнына қоятын болсақ, П тең болады 3/1 ρ. В-ны ρ деген 6-ға тең, 6. Ана квадраттаған кезде түбір жойылып кетеді. 3 көбейтілген 8,31 көбейтілген Т 27 градус кельвинге айналдырсақ 300 кельвин бөлінген малярлық масса 0,029. Көбейтіп бөліп алайық. 6 мен қарады, 2 қалады. 2-ні көбейтеміз 3-ге, көбейтеміз 8,31-ге, көбейтеміз 300-ге, және де бөлеміз 0,029-ға. Жауабы 515,8 деген килопаскаль деген жауапқа сәйкес келеді екен. 515,8 килопаскаль. Келесі есеп. Өткізгіш контур арқылы өтетін магнит ағыны F1 37 милливебер, F2 16 милливеберге тең. Бір қалыпты өзгергенде пайда болатын индукциялық электр қозғаушы күштер мен өзгеріс уақыттарын сәйкестендіріңіз дейді. Яғни эпсилон мен Т-ны сәйкестендіреміз. Индукциялық электр қозғаушы күштің формуласы F1 минус F2 бөлінген Т. Енді бізде мынау F1-ден F2-ні айырымына тең, мына жерде азайтатын болсақ, 37-тен 16-ны азайтамыз. 16-ны азайтсақ 21 деген жауап шығады екен. Сонда эпсилон тең 21 Т. Қандай санды, сонда 21 Ф-ны табатын болсақ, 21 тең эпсилон Т. Яғни мына жерде эпсилон 7-ге тең, 7-ге қандай санды көбейтсек 21 шығады. 7-ге 3-ті көбейтсек 21. Яғни бірінші жауап маған сәйкес келеді екен. Екінші, 3-ті қандай санға көбейтсек 21 шығады. 3-ті 7-ге көбейтсек 21 шығады. Мына жақтағы сәйкестендіру жауабы 7-ге тең болады екен. Келесі,
Суретте түзу сызық бойымен қозғалған А және В денелердің координаталарының уақытқа тәуелді графиктері берілген. Осы денелердің қозғалыстары мен сәйкес келетін тұжырымды сәйкестендіріңіз дейді. Енді бірінші В денесі туралы айтып тұр екен. В денесі, А денесі тік түзу бойымен қозғалып бара жатыр. В денесі мына қисық сызықты қозғалып бара жатыр екен. Енді бірінші тұжырым А және В денелері тең үдемелі. Бұл жауап сәйкес келмейді, себебі А денесі бір қалыпты қозғалып бара жатыр. В дененің бастапқы координатаны бұны қарастырып, В дененің бастапқы координатасына қайтып келу уақыты 10 секунд. Бұны ойланып көруге болады. Яғни бастапқыда ол минус 2 10-нан бастады, және де 10 секундтан кейін 10 секундтан кейін қайтадан минус 2-ге оралды. Яғни осы жауап дұрыс болады екен. В дененің бастапқы координатасына қайтып келу уақыты 10 секунд. Келесі А денесі туралы қарастырайық. А және В денелері тең үдемелі қарастырмаймыз. Бұл да емес. Мынау жауап емес, мынау жауап емес. А және В денелері үдеуінің ой үстіне проекция үнемі оң болады. Бұл да дұрыс емес. А дененің 5 секундтағы жылдамдығы 5 метр секунд деген жауап дұрыс болады екен. Енді мысалға мына жерден нені табатын болсақ, жылдамдығын табатын болсақ, кез келген нүктені аламыз. 20-ны 4-ке бөлетін болсақ 5 болады. 30-ды 6-ға бөлетін болсақ 5 болады. Яғни бұл жерде бір қалыпты қозғалыс. Бастапқы бірінші есептегідей жылдамдық тұрақты болады. Сәйкесінше екі жауап бір-біріне дұрыс келеді. Бастапқы жылдамдықсыз, яғни V0 тең 0, 45 метр биіктіктен құлаған массасы 4 килограмм дененің уақытқа байланысты кинетикалық энергиясын сәйкестендіріңіз дейді. Кинетикалық энергияны сәйкестендіруіміз керек. Бастапқы жылдамдықсыз қандайда бір H 45 метр биіктіктен дене құлайды. Осы кезде ең жоғарғы нүктеде бұл жерде жылдамдық 0-ге тең болғандықтан кинетикалық энергия 0-ге тең болады, ал потенциалдық энергия максимум болады. Сәйкесінше, егер де кинетикалық энергия максимум болса, потенциалдық энергия максимум болса, бұл Е толық энергияға тең деген сөз. Ең алдымен потенциалдық энергияның максимумын тауып алайық. mgh. Масса бізде қанша? 4 килограмм, G10, биіктік 45. 45-ті 4-ке көбейтеміз. 45-ті көбейтеміз 4-ке, 180, 10-ға көбейтсек 1800 джоуль. 1800 джоульға тең екен. Енді қандайда бір осы биіктікті 45 метрді қанша уақытта жүргенін тауып алайық. Түбірасында 2H бөлінген G деген формуладан 45 метрдің қанша уақытта жүретінін тауып аламыз. 2 көбейтілген H бізде 45 бөлінген 10. 2-ні 45-ке көбейтсек 90, 99, 3 секунд. Сонда 3 секундқа тең екен. 3 секундтағы энергия 1,8 килоджоуль, яғни 1800 джоульға тең деген сөз. Енді 2 секундтағы нені табу үшін бірінші биіктігін тауып аламыз. H тең болады G квадрат бөлінген 2 деп. Сонда H тең болады G10 T4 бөлінген 2 қысқарып кетеді 20 метр. Енді потенциалдық энергияның формуласын салатын болсақ, mgh тең болады масса 4-10, мына жақта 20, 4-ті 2-ке көбейтеміз, 800 джоуль болады. Жауабы 800 джоуль. Екінші В жауабы 800-ге тең болады екен. Келесі, енді бұл көп жауапты тест сұрақтары. Суретте горизонталь бетте қозғалған денеге әсер ететін күштер көрсетілген. Осы күштер туралы дұрыс тұжырымдар дейді. Екінші реакция күші. Дұрыс емес. Бірінші ауырлық күші. Жоғары қарап тұр, дұрыс емес. Үшінші үйкеліс күші дейді. Дұрыс емес. Ауырлық күші 3. Дұрыс, яғни ауырлық күшінің бағыты тік төмен қарай бағытталған. Д жауабы дұрыс. Бір реакция күші дұрыс, тік жоғары қарай бағытталады. Және де соңғысы 2 үйкеліс күші. Бұл да дұрыс. Яғни Д, Е, Ф деген 3 жауап дұрыс болады. Келесі, толқын ұзындығы 2,4 метр лямбда таралу бағытында бір-бірінен 30 сантиметр қашықтықта, яғни дельта L орналасқан нүктелердің фазасы, яғни дельта фиді табуымыз қажет.
Бізде фазаның формуласы 2π бөлінген лямбда көбейтілген дельта L мен анықталады. Дельта L дегеніміз бұл жол айырымы. Орнына мәнін қоямыз. 2π лямбда 2,4-ке тең, 30 сантиметр метрге айналдырамыз, 0,3-ке тең болады. 2-ні көбейтеміз, 0,3-ке бөлеміз 2,4-ке. Бұл 0,25 дегенді береді екен. 0,25π, 0,25π. Сәйкесінше бұл дегеніміз 0,25 деген 1 бөлінген 4 қой. Бұл π бөлінген 4-ті береді. 180-ді бөлеміз 4-ке, 45 градус. Жауабы В 45 градус. Және де π бөлінген 4 деген F жауабына сәйкес келеді екен. Келесі есеп өткізгіштерді параллель жалғаған кезде орындалатын қатынас. Яғни өткізгіштерді параллель жалғау дегеніміз оны өткізгіштің сымдарының ұштарын бір түйінге жинақтаймыз. Яғни өткізгіштің бастарын, өткізгіштің соңдарын бір түйінге жинақтаймыз. Осы кездегі орындалатын қатынастар. Бірінші нәрсе, бұл жерде тоқ күштері қосылады. Бір қосылған I2 деп қосылады. Бұл С жауабына сәйкес келеді екен. Екінші, кернеулері тең болады. Кернеулері тең деген F жауабына сәйкес келеді. Және де кедергісі кері пропорционал болады тоқ күшіне. Сол себепті 1 бөлінген R тең 1 бөлінген R1 плюс 1 бөлінген R2 деген жауап бұл В жауабына сәйкес келеді. Сонда В, С, F деген 3 жауап дұрыс болады. Келесі қалыпты жағдайда баллондағы газдың температурасы 40%-ға артты. Яғни Т2 тең 1,4 Т1. Газ қысымы қалай өзгереді? П2. Бұл жерде біз клапейрон теңдеуін жазамыз. П1 В1 бөлінген Т1 тең П2 В2 бөлінген Т2. Бұл жерде қалыпты жағдай болғандықтан, баллон болғандықтан көлемдері тең болады. Көлеміміз қысқарып кетеді. Енді осы жерден П2-ні анықтауымыз қажет. П2 тең болады. П1 Т2 бөлінген Т1. П1 сол күйі жазылады. Т2 орнына жазамыз 1,4 Т1 деп. Бөлінген Т1. Т1 мен Т1 қысқарады. Сонда бізде 1,4 П1 қалады. Жауабы 40%-ға артады. 40%-ға артады. F жауабына сәйкес келеді. Басқа жауаптар сәйкес келмейді. Немесе 1,4 есе артады деген Д жауабы. Сонда екі жауап дұрыс. Б және де F деген. Келесі есеп, соңғы есеп, жинағыш линзаның фокус аралығы F 30 см, нәрсе линзадан 10 см қашықтықта тұр. Нәрсенің биіктігі H 5 см болса, кескіннің биіктігін табуымыз қажет. Бірден үлкейту G-ның формуласын жазамыз. H бөлінген H, мына жердегі үлкен H дегеніміз бұл кескін биіктігі, кішкентай H дегеніміз ол нәрсенің биіктігі. Екінші формуласы үлкейтудің G тең болады фи бөлінген D. Мына жердегі фи дегеніміз кескіннен линзаға дейінгі қашықтық, D дегеніміз ол нәрседен линзаға дейінгі қашықтық. Екі формуланы бір-біріне теңестіре отырып, біз H-тың формуласын шығарамыз. Сонда фи көбейтілген H бөлінген D деген формуланы аламыз. Енді бұл жерде бізге мына фи белгісіз. Ол үшін жұқа линзаның формуласын жазамыз. 1 бөлінген F тең болады 1 бөлінген D минус 1 бөлінген фи. Бұл жерде не себепті минус алдық? Жинағыш линза болса да. Себебі нәрсе фокус аралығынан кіші қашықтықта тұр. Ол кезде кескін жалған болады. Мынау жинағыш линза болатын болса, мына жерде фокус аралығы 30-30, 10 сантиметрде тұр. Яғни фокус аралығынан кіші қашықтықта тұрса, бізде жалған кескін болады. Сол себепті мына жерде минус таңбасын аламыз. Енді осы жерден фокусты орнына қойып, фидің мәнін анықтаймыз. 1 бөлінген фи тең 1 бөлінген D минус 1 бөлінген фокус. Бұлай орындарынан ауыстырдық. Енді орнына қояйық. 1 бөлінген D дегеніміз 10 минус 1 бөлінген 30. Ортақ бөлімге келтіреміз. 3-тен 1-ді азайтсақ 2 бөлінген 30. Фиді табатын болсақ, алым мен бөлімін алмастырамыз. 30-ды 2-ге бөлеміз. 15 сантиметр шығады. Енді мына жаққа орындарына қояйық. Фи 15 сантиметр,
биіктік 5, алды 10-ға тең. 15-ті көбейтеміз 5-ке, бөлеміз 10-ға. 7,5 сантиметр шықты. Бұл 7,5 сантиметр F жауабына сәйкес келеді. 7,5 көбейту 10-ның -2 дәрежесі D жауабы. Сантиді ашатын болсақ. Және де тағы да 75 милли деген бір орынға жазсақ А жауабы сәйкес келеді. Сонда А, Д және де F жауаптары дұрыс деген сөз. Осымен біздің нұсқа талдауымыз аяқталды. Енді осылай, дәл осылай біз курста аптасына бір рет нұсқа талдайтын боламыз. Және де курстың барысы туралы айтып өтсем, топ физика курсының барысы туралы айтып өтсем. Осымен біздің нұсқа талдау сабағымыз аяқталды. Енді топ физика курсының барысы туралы айтып өтсем, дәл осындай нұсқаларды аптасына бір рет тікелей эфирде талдайтын боламыз. Енді курстың барысы ұзақтығы 4 ай. Жалпы 4 айдың ішінде біз барлық теорияны, есептерді қарастырып өтетін боламыз. ұбт-да келетін физика 0-ден бастап үйретіледі. Тақырып бойынша видео сабақтар аптасына 3 рет ашылып отыратын болады. Кураторлық қадағалау, конспект тапсыру, қатемен жұмыс, әр тараудан соң зачет, айлық тест, аптасына 2 рет тікелей эфирде талдау болады. Яғни түсінбеген есептеріңіз бойынша талдау болады. Одан кейін рейтинг, сендердің тапсырған үй тапсырмаларың, конспекттерің, қатемен жұмыстарың бойынша рейтинг жасалады, оны куратор жасайтын болады. Ең жоғарғы нәтиже бойынша 10 оқушыға стипендия беріледі. Доступ грант ұбт-ға дейін болатын болады. Енді курсқа жазылу үшін төмендегі номерге хабарласыңыз. Баршаңызға сәттілік, келесі сабақта кездескенше.